жұмыс істегенсіз негізі? Негізі аудан хатшысынан бастап министрдің хатшысына дейін бардым. Иә, бәрі көрініп тұр ма резюмеңізде? Ауыл әкімінен бастаған екенсіз хатшы болып. Одан аудан әкімінің хатшысы болыпсыз. Облыс әкімі, қала әкімі, депутаттың хатшысы болыпсыз. Министрдің хатшысы болыпсыз. Керемет. Байқасаңыз, тек президенттің ғана хатшысы болған жоқпын. Лауазымды кісілерінің бәрінің хатшысы болып шықтым. Көрініп тұр. Иә, 20 жылдық тәжірибеңіз бар екен. Жасыңыз нешеде? 42-де. 42-де? Иә. Жасыңыз келмей тұр. Басыңыз келгенмен жасыңыз келмей тұр екен. Өкінішке орай сізді жұмысқа ала алмаймын. Не? Өйткені біз үлкен компаниямыз. Бізге тек қана бұл елден ғана емес, шетелдің инвесторлары, қонақтар келіп жатады, бизнесмендер. Сондықтан олар келгенде сәл жастау, сондай әдемілеу қыз отса деген ойымыз бар да негізі. Түсінесіз қой, енді бұл салада көп жұмыс істедіңіз өзіңіз. Сондықтан жауап күтіңіз. Егер бір жағдай болып жатса, өзім хабарласамын сізге. Жарай ма? Бара беріңіз, қош болыңыз, сау болыңыз. Жауабын айтпай-ақ қойыңыз. Түсінікті жағдай. Сау болыңыз. Айып етпеңіз, ренжімеңіз. Сау болыңыз. Өзің жайыңызды айып өтсеңіз. Мен 1С бітіргем. Бұрын бұл салада жұмыс істегенсіз бе, хатшылық саласында? Жоқ, жұмыс істемедім. Неге? Отбасылық жағдайыма байланысты. Сіздің отбасыңыз бар ма? Әрине. Мен сізді фигураңыз қарап бойдақ екен деп отырмын. Неге сақинаңызда жоқ екен қолыңызда? Қанша бала-шағаңыз бар? 7 бала-шағам бар. 7 бала-шағаңыз бар. Ханым, сіз кешіріңіз, біз сізді жұмысқа ала алмаймыз. Не үшін? Өйткені бізге көптеген қонақтар келеді шетелден. Қонақтар келгенде хатшы менде есіктің аузында отыру керек. Мысалы, мен күндіз-түні жұмыс істеймін. Ал сіз керек кезде маған болмай қалсаңыз, мен құжаттарды сонда өзім жүгірем ба? Сондықтан айып етпеңіз. Бізге семьясы жоқ, тұрмысқа шықпаған, басы бос, өзі сұлу, өзі тәжірибелі сондай қыздар керек. Айып етпеңіз. Керек болсаңыз өзіміз хабарласамыз сізге. Сау болыңыз. Жарайды. Күтеміз. Күтіңіз. Сау болыңыз. Келесі. Дана? Рұқсат беке? Әрине рұқсат. Келіңіз. Сәлеметсіз ба? Сәлеметсіз. Хатшылық жұмысқа ма? Иә. Бәрекелді. Қош келдіңіз. Жасыңыз нешеде? 21-де. 21-де. Как раз бізге керек жас. Тәжірибеңіз бар ма? Тәжірибем бар, иә. Бәрекелді. Неше тіл білесіз? 3 тіл білем. 3 тіл? Қандай? Қазақ тілі, орыс тілі, ағылшын тілі. Еркін өз ана тілінде сөйлей аламын. Бәрекелді. Міне, нағыз бізге керек маман. Документтеріңізді, құжаттарыңызды жинап, дереу бізге отделкаға тапсаңыз. Тоқтайтыңызшы, тұрмысқа шыққансыз ба? Жоқ, басым бос. Басыңыз бос па? Бала-шағаңыз жоқ қой? Жоқ. Біз сіз жұмысқа ала алмаймыз. Сол себептер бар. Ала алмаймыз. Қалай ала алмайсыз? Себеп бар. Қандай себеп? Сіз жаңа менің алдымда кірген апайды жасы үлкен деп алмапсыз. Оның алдында кірген әпкені бала-шағасы бар деп алмапсыз. Мен тәжірибем бар, бала-шағам жоқ, басым бос, неге алмайсыз? Өйткені сіз слишком сұлусыз. Хатшы деген сұлу болу керек қой. Сұлу болу керек қой, бірақ не до такой степени енді сұлу. Мына бізде бір жүгірмек жігіттер бар. Мынандай сұлу қыз болса қоймыз. Сразу үйленіп алады. Сосын жүрем ертең. Бір айдан кейін декретте шығатын уақыт болып қалды. Ары декретте төлеу керек. 3 жыл менің мойнымдасыз сосын. Осы орныңызға тағы адам іздеуім керек. Барыңыз. Саған жігіттер көрсе жабысып қалады. Барыңыз. Жай, өте жай.